Номер 35-ші орта мектебі. 1-ші Б сыныбы оқушысы Имашева Жансая Бауыржан қызы. Абай Құнанбаев күз өлеңім. Сұр бұлт сөз суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап биік ашқан, тай жарысқан. Жасылшы бәшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайықшы шал кемпірдің түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малмас сапты салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жыбын, жас қартында жыртылған жаман күйін. Қас тұрна қатарланып қайтса бермен, астында ақ шөмшіні ол бір кеулен. Қай ауылды көрсеңде жабырқан қыз, күлкі ой көрінбей түсе өсеурен. Кемпір шал құршан қағып бала бір сүйек, көңілсіз қара суық қырда жүрсек. Кемір сүйек су сорпа кемеген соң, үйдей жоқ шыққан алап қайда көрсең. Күрдеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар дел тоқша шам тозаңы. От жақпаған үйінің сырқа шоқ, ыстан қорққан қазақты